Мына салафиттердің көп айтатын жері осы жер. Даже біз былай тұрайық, өзінің шәкірттерінің өзі қарсы сөйлеген оған. Қара, Абу Юсуф Мұхаммед Зуфарлардың өзі имамға қарсы сөйлеген. Көрдің бе? Демек, егер сол Абу Ханифа сендер ойлағандай сонда лидер болатын болса, неге өзінің мұштахид шәкірттері оған қарсы шықты? Деп осы сөздерді айтқан уақытысында, бұның жауабы белгілі. Бізге сол шейхпен сабақта отырғанымызда соны түсіндіріп айтқан еді. Шейх айтады, біліп қойыңдар дейді. Ешқашан Абу Ханифа рахмаллахтың шәкірттері қарсы сөйлеген емес. Бәлкім мынандай мәселеде сөйлеген. Мысалға, Абу Юсуф, Мұхаммад Зуфар, осы үшеуі мұштахид ғалымдар. Абу Ханифа рахмаллах өз тірі кезінде бұл үшеуі де рұқсат беріп қойған, патуа беруге болатын ғалымдар. Ол кісінің өте көп шәкірттері болған Абу Ханифа рахмаллахның, бірақ ішіндегі ең озаты осы үшеуі. Үшеуінің ішіндегі ең мықтысы Абу Юсуф. Ең мықты оң жағында жүретін әрдайым. Енді бұлар неге осындай мәселеде ихтилап қылды ұстазбен десе, біліп қойыңыздар дейтін ұстаз. Өйткені Абу Ханифа рахмаллах ол кісі мұштахид мұтлақ деген атақ берілген ол кісіге. Ал қалғандары мұштахид. Мысалы, имам Шафи мұштахид, имам Малик мұштахид, бірақ мұтлақ деген оларда ондай статус жоқ. Абу Ханифаға мұштахид мұтлақ деген атақ берілген. Мұтлақ деген осы иштихад етілетін әрбір мәселенің сондай терең несіне жетті деген атақ сондай алған. Енді Абу Ханифа рахмаллах шәкірттерін сабақ берген кезде, жаңа үшеуі өте зерек қой. Сол мәселені ұстаздан және көбірек терең білім алу үшін әдейі сондай қырынан көрінетін дейді. Ұстаз дұрыс қой. Бірақ мынандай жақтары бар емес па? Сіз былай деп жатсыз. Қалай сонда деп, енді ұстаз сол мәселеге тоқтап мынаны дәлелдейді өзінің айтқан сөзін. Қараңыздар, тіпті имам Шафи айтқан, Абу Ханифа рахмаллах тасты алтын деп айтса, тас қой деп айтсаң, соны алтын екенін дәлелдеп беретін ғалым ол кісі деген. Соңында, мына шын алтын екен ғой деп қалтаңа салып аласың деген сол тастың өзін. Дато сен сендіріп қояды. Дато сонда дәлелдер алып беретін ғалым болған Абу Ханифа рахмаллах. Соны пайдалану үшін шәкірттері сол мәселеде хилап қылатын болған. Ұстаз дұрыс қой, бірақ мынандай жақтары да бар ғой деген кезде, сондай ма? Айттым ғой сендерге негізі деп терең кіретін болған осы мәселеге. Соның бәрін шәкірттері қағазға түсірген, соның бәрін кітапқа түсірген. Мақсат сол болған ғой шәкірттері. Шәкірттері мен Абу Ханифа әлемге машһур болды. Өйткені Абу Ханифа рахмаллахны біз Абу Ханифа деген кезде бірден фиқ есімізге аламыз. Фиқ мәселесі деп. Ал негізінде ол кісінің фиқ жайында бірде-бір кітап жоқ жазған. Ол кісінің 4 кітабы бар, 4-еуі де ақида кітап. Иә. Ал том кітаптың бәрін шығарған шәкірттері ұстаздың атынан. Сол ұстаз бізге аманат тапсырған еді, соны айта жүріңіздер, шәкірттер ешқашан имамға қарсы сөйлеген емес. Керісінше сол айтқандығын дәлелдеу үшін сондай жақтарымен көрінетін еді дейді. Мысалы қазір Мәкең бір мәселе айтады, бәріміз ол нәрсені басқа жақтарында біліп тұрмыз. Мәке, бірақ мынандай жақтары бар ғой деп сөйлеген кезде, мына кісі енді өзінің айтқандығын дәлелдеу үшін терең кетеді енді. Мен сендерге айттым ғой, жарайды дейді де, дасқаға шығады да, қолдан маркер алып схема түрінде жазып шығып береді бізге. Кәдімгідей бәрін терең кіріп кетеді. Сөзді бәріміз тоқтап қаламыз, мына жазған бәрін көшіріп жазамыз енді. Біздің мақсатымыз мына кісімен қарсы сөйлеу емес. Мына кісінің керісінше соны терең алу керек болды. Өйткені бұл кісі үстінен сөйлеп бара жатыр да барлық мәселені. Біз оның астындағы көп байлықтан алғымыз келді мына кісіге. Сөз Мәке дұрыс қой, бірақ мынандай жақтарда бар емес па дегенде ол кісі енді анан бәрін тоқтатады да қайтадан осы мәселеге терең тоқталады енді. Бауырым, мен айтып тұрғаным мынау негізінде. Міне Құраннан дәлел керек па саған, ма? Хадистен дәлел керек па, ма саған? Әрине. Сол Абу Ханифа рахмаллах харам деп айтқан, бірақ шәкірттері оны мұбах деп айтқан деп екіге бөліп тастайтын мәселе емес бұл. Абу Ханифа рахмаллах харам деп айтқанымен, бірақ жаңағыдай мәселелерді көтереді. Яғни уақытында шынымен Расул саллаллаху алейхи тиым салған хадистер бар. Сол себеп дейді. Осылай жеткізуіміз керек екен ғалымдардың аттарынан.